Судың пайдасы. Адам 65% ғана судан тұрады. Су адамның денсаулығына тигізетін пайдасы мен маңызы өте үлкен. Күніне 2 литр су ішу деген кеңестерді жиі естиміз, бірақ оның зиянды әсері де бар. Суды жеткілікті мөлшерде пайдаланған жағдайда ағзада тұздар мен токсиндер шығарылады. Сондықтан жұқпалы аурулар мен улану кезінде ауыз суын ішу ұсынылады. Терінің саулығын сақтап қалу үшін үнемі таза су ішіңіз, өйткені сусыз тері құрғап, өз серпімділігін жоғалтады, әжімдердің пайда болуына әкеліп соғады. Асқазанның дұрыс қызмет етуін қамтамасыз етеді. Сусыз ішек баяу жұмыс істейді, сол себептен адамның іші жиі ауырып, ауыздан жағымсыз иіс шығады. Суды дұрыс мөлшерде жұтыну жүрек ауруларының даму қаупін 45%-ға ғана төмендетеді. Адамның иммундық жүйесінің пайдасы өте зор. Суды аз ішетін адамдар әртүрлі ауруларға бейім болады. Тамақтану алдында 5-10 минут бұрын су ішсеңіз, сіздің тәбетіңіз жоғалады. Бұл арықтауға көмектеседі. Ағзада судың аз болуы бастың ауруына әсер етеді. 2 стакан сұйықтықты ішсеңіз, бастың ауруы басылады. Судың зияны. Ағзада судың мөлшері тым көп болса, ол жүрек пен бүйрекке жүктемені 2 есе арттырады. Аз мөлшерде су ішкен жағдайда бас ауруы, әлсіздік және зәр шығару кезінде қиындықтар туады. Тым ыстық су ішу асқазанда ойық жара немесе панкреатиттің басталуына әкелуі мүмкін. Суық суды ішу зиянды, өйткені ол асқазан мен ішек құрылысын салқындатып, біраз уақыттан кейін ауруларға әкелуі мүмкін. Ауа райы ыстық болғанның өзінде жылы суды ішуге кеңес беріледі. Адам қанша литр су ішу керек? Күніне 2 литр су ішу керек дегенді ұмытпаңыз. Адамның салмағына, физикалық белсенділікке және өмір сүру салтына қарай әр адамның нормасы әртүрлі болады. Мысалы, 50 кг адамға 1,5 литр су ішу керек, яғни 1 кг-ға 30 мл. Ұйқыдан оянғаннан кейін 1 стакан су ішкен дұрыс. Содан соң тамақ ішер алдында 20-30 минут бұрын немесе тамақтанғаннан кейін 3 сағаттан кейін суды ішуге кеңес беріледі. Денсаулықты жақсарту үшін шай, кофе, сүт, айран емес, тек қана таза суды пайдалану керек. Су тіршілік көзі, онсыз адам баласының өмір сүру мүмкін емес. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.